Сәлеметсіздер ме? Химия сабағы бойынша келесі тақырыбымыз химиялық негізгі түсініктері химияның және негізгі заңдары. Халықаралық жүйесінде заттың мөлшерінің өлшем бірлігі ретінде моль қабылданған. Моль бұл көміртектің изотопты 12 грамм, яғни 0,1012 килограмм атомдар санына тең құрылым бірліктері. Атомдар, иондар, молекулалар болатын заттың мөлшері. Бір моль заттардың құрамында 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесінде атом, молекула немесе иондар болады. Яғни біз бұны Авогадро тұрақтысы деп атаймыз. Бұл санды. Заттың бір моль массаны есептеп шығарудың, мысалы, натрий сульфаты үшін 2 бұл жерде көбейтілген 23 деп отырғанымыз натрийдің атом саны, 2 бұл мынау индекс саны, 2 көбейтілген 23 қосылған 32 күкірттің атом саны қосылған 4 көбейтілген 16 оттектің атом саны. Шығады 142 грамм на моль. Моль саны есептеп шығарудың формуласы моль саны n, есептеп шығару саны масса бөлінген молярлық массасы. Мысалы, 1 грамм натрий сульфатындағы моль саны есептеу үшін 1 граммды оның молярлық массасына бөлеміз. Яғни 142 грамм мольға шығады 0,07 моль. Сонымен заңдар. Бірінші, заттар массасының сақталу заңы. Химиялық реакцияға қатысатын заттардың массасы реакция нәтижесінде түзілетін заттардың массасына тең болады. Мысалы, темір оксидін алуы. Темір оксидін алғанда темірге оксид қосылады. Темір оксиді түзіледі. Теңдеуді теңестіреміз, яғни мына жақта теміріміз 4, мына жақта да 4, оттегіміз мына жақта 6, мына жақта да 6 болу үшін алдына 3 қойылған. Мынау астындағы молярлық массалары, яғни М1 тең М2, мұндағы М1 және М2 дейінгі және реакцияға дейінгі және кейінгі заттардың массалары. Мұндағы 4, 3 және 2, мұнау алдындағы бұлар коэффициенттер болып саналады. Эквивалент заңы. Элементтер бірімен бірі эквиваленттеріне пропорционал масса мөлшерлерінде әрекеттеседі. Яғни М1 бөлінген М2 тең эквиваленттік масса 1 бөлінген эквиваленттік масса 2-ге. Ең кіші элементтің, яғни сутектің химиялық моль эквиваленті 1 грамм моль эквиваленті. Жай заттың немесе элементтің моль эквивалент массасын анықтау үшін біз оның молярлық массасын валенттілігіне бөлеміз. Яғни, мысалы, оттек. Бізде оттек жай зат. Оның моль эквивалент массасын анықтау үшін, яғни эквиваленттік массасын анықтау үшін оның молярлық массасын бөлеміз 2-ге, өйткені валенттілігі 2-ге тең оттектікі. Мысалы, темір оксидтеріндегі темірдің моль эквиваленттік массалары. Мысалы, темір оксид үшін 2-ге бөлеміз молярлық массасын, ал темірдің 3 валентті оксиді үшін молярлық массаны 3-ге бөлеміз. Мұндағы 2 және 3 темірдің валенттіліктерін бізге көрсетеді. Әр қарай қышқылдың моль эквиваленттік массасын анықтау үшін қышқылдың молярлық массасын сутек атомдарының санына бөлеміз. Мысалы, күкірт қышқылы үшін молярлық массасы 98-ге тең, бөлеміз 2-ге, өйткені сутек саны 2. Негіздің моль эквивалент массасын анықтау үшін оны гидроксид тобының санына бөлеміз, яғни жалпы молярлық массасын. Мысалы, кальций гидроксиді үшін оның молярлық массасын 2-ге бөлеміз, өйткені гидроксид саны 2. Тұздың және оксидтің моль эквиваленттік массасын анықтау үшін біз оның молярлық массасын бөлеміз валенттілігін көбейтіп моль санына. Яғни, мына жерде алюминий сульфатын қарастырсақ, бұл тұз.
оның молярлық массасын біз бөлеміз 3 көбейтілген 2-ге. 3 өйткені алюминийдің саны, валенттілігі 3, ал 2-ге көбейтеміз, өйткені алюминийдің саны 2. Сондықтан да бөлеміз 6-ға. Жалпы. Енді алюминий оксиді үшін қарастыратын болсақ, дәл солай, алюминийдің валенттілігі 3, көбейтеміз 2-ге, өйткені алюминийдің саны 2. Яғни металл валенттілігі мен металдың саны. Қосылыстардың эквиваленті реакцияның толықтығына байланысты. Эквиваленттік массаны анықтау келесіде жүреді. Мысалы, фосфор қышқылы 1, 2 және 3 моль натрий гидроксидімен әрекеттесуіне байланысты. Бірінші реакцияда 3 моль натрий гидроксидімен әрекеттескендіктен молярлық массаны 3-ге бөліп тұрмыз. Келесі реакцияда 2 молекула натрий гидроксидімен әрекеттескендіктен молярлық массаны 2-ге бөліп тұрмыз. Және үшіншісінде 3, яғни бір ғана молекула натрий гидроксидімен әрекеттескендіктен молярлық массаны анықтау үшін қышқылдың 1-ге бөлеміз. Өйткені түзілу нәтижесінде байланысты. Яғни толықтығымен натрий гидроксидімен әрекеттесуіне байланысты. Келесі тотығы-тотықсыздану реакциясында электрон сандарына байланысты болады. Мысалы, марганецтің мына жерде плюс 7-ден плюс 2-ге дейін тотықсыздану нәтижесінде плюс 5 электрон жұмсалады. Сондықтан молярлық массаны осы электрон санына бөлеміз, яғни 5-ге. Заттардың моль эквиваленттік сан табу формуласы, яғни моль эквиваленттік сан табу формуласында біз массаны бөлеміз эквиваленттік массаға. Моль эквиваленттік санға. Келесі заң Авогадро заңы. Газ күйіндегі қандай да бір заттан болса да, бір моль мөлшері бірдей жағдайда бірдей көлем алады. Бірінші салдар. Бірдей жағдайда газдардың бірдей көлемдеріндегі молекулалар саны тең болады. Мұндағы М1 және М2 газдардың массалары, үлкен М1 және М2 солардың мольдік массалары. Іс жүзінде газдардың тығыздығын не сутекпен немесе ауамен салыстырып табады. Сутекпен салыстырғанда 2-ні көбейтеді, ал ауамен салыстырғанда 29-ды көбейтеді. Екінші салдар. Сутектің 1 молі, демек басқа да кез келген газдың 1 молі қалыпты жағдайда 22,4 литр көлем алады. Мұны, яғни 22,4 литр газдардың мольдік көлемі деп атайды. Қалыпты жағдай дегеніміз, температурамыз 273 кельвин, яғни 0 градус. Қысымымыз 1,013 көбейтілген 10-5 дәрежесінде паскаль, немесе 101,325 килопаскаль, немесе 1 атмосфера. Изотермалық үрдіс кезінде температура тұрақты болады. Сәйкесінше P1, яғни қысым, P1 бөлінген P2 тең V2 бөлінген V1. Изобаралық процесс кезінде қысым тұрақты болады. Мұнда T1 бөлінген T2 тең V1 бөлінген V2 формуласы орын алады. Изохоралық процесс кезінде көлем тұрақты. Мұнда P1 бөлінген P2 тең T1 бөлінген T2. Біріккен газдар заңы бойынша P1 V1 бөлінген T1 тең P2 V2 бөлінген T2. Яғни бұл тұрақты. Жалпы күйде PV бөлінген T тең P0 V0 бөлінген T0. Клайпейрон Менделеев теңдеуі. Мұндағы P0, V0, T0 деген шама тұрақты болады. Оны R мен белгілеп универсал газ тұрақтысы деп атайды. Және оның сандық мәні 8,314 джоуль бөлінген моль көбейтілген кельвин. Яғни мынау
өрнекті R универсал газ тұрақтысы деп аламыз. Оның мәні белгілі. Ол есептелуі мінекей осыдан шыққан. Қалыпты жағдайдан бәрі 22,4, мына жерде 273 температура және қысым. Яғни сонда ПВ тең болады nRT. Ондағы N ол моль саны, масса бөлінген молярлық масса. Сонда ПВ-ні тең М бөлінген үлкен М RT деп. Келесі Дальтон заңы. Химиялық реакцияға бірімен бірі түспей қалатын газдар қоспасының жалпы қысымы. Яғни жалпы қысымды барлық қысымдардың қосындысын қосу арқылы анықтаймыз. Ауаның қысымын ауадағы газдардың қоспасының, азоттың, оттегі, көмір оксидінің, сутегінің және инертті газдардың қысымдарының қоспасын қосу арқылы анықтайды. Пи деп отырғанымыз бұл парциалдық қысым. Оны анықтау үшін P жалпыны көбейтеміз Ni бөлінген N жалпы. Мұндағы Ni және N жалпы компоненттің моль саны және жалпы моль саны. Және оны P жалпы көбейтілген Vi бөлінген V жалпы деп те анықтауға болады. Мұндағы Vi және V жалпы компоненттің, яғни жеке компоненттің және жалпы компоненттердің көлемдерінің саны. Көлемдік қатынас заңы. Реакцияласушы және реакциядан шығатын газдың көлемдерінің өзара қатынасы кішкене бүтін сандар қатынасындай болады. Мысалы, оттегіне сутегін қосқанда су түзіледі. Яғни бір көлем, мұнда екі көлем қатынасы және екі көлем қатынасы. Бұл 1, 2, 2 деп. Яғни бүтін сандар қатынасындай болады. Назарларыңызға рахмет.